Достар, осы гитара тартқан кезде шыны керек өзіміздің барбытты шертіп жатқандай әсерде боламын. Ол да дәл осындай қайталанбас бояуы бар сымышекті шертпелі аспап. Алайда әлемнің екі жақ шетінен шыққан бұл аспаптардың арасында қандай байланыс болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Ендеше тыңдаңыздар. Көненің көзі ұмыт бола бастаған барбыт аспабы Қазақстанда кейінгі 21 ғасырда ғана жаңғырды. Ол елімізге алғаш Қытайдағы қандастарымыз іле қазақтар арқылы келді. Көп ұзамай көптеген музыкалық ұжымдар оны қолданыстағы аспаптар қатарына қосты. Дәл Тұран ансамбліне барбыт аспабын қолөнер шебері Алмас Мұстафа жасап берген. Қолымызға тиген бойда мен де көп әріптесім сияқты бұл аспаптың түп төркінін зерттей бастаған болатынмын. Дәл осы жерде ғылыми деректерге сүйенсек, барбыт аспабы қазақтың ұйтқы тайпасының бірі үйсіндер арасында кеңінен қолданылған екен. Біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда билік құрған үйсін мемлекетінің ханы Оңғай бидің Диші есімді үлкен қызы болған екен. Қытай жазбаларында оның барбытты шебер тартып, өз жанынан күй шығарғаны және заманының асқан өнерпазы болғаны туралы айтылады. Бұл жайында зерттеуші Серікжан Ысқақ та жаза кеткен. Оның айтуынша Диші ханша хан мемлекетінің, яғни Қытай еліндегі әуез аспаптары мектебінде оққан. Жоғары төмен шертіп тартатын аспап болған соң қытайлық жұрт барбытты пипа деп атап кеткен. Ал Диші ханшаның өнеріне сүйсінген халық оны пипа ханша деген атпен таныған. Барбыттың кезінде Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынас құралы болғандығы туралы қолөнер шебері Азамат Бақияда айтады. Сондай-ақ оған сүйенсек, қазақта әу баста 120-дан астам музыкалық аспап түрі болған. Солардың ішіндегі барбыт кет бұғаның домбырасына қорғасын құйылғанға дейінгі домбыра үлгісі болу мүмкін дейді шебер. Содан да болар оны халық арасында бесішекті домбыра немесе сылдырман домбыра деп те атаған. Сонымен қатар барбыттың шығу тегі туралы Әзербайжан халқының өз нұсқасы бар. Оған Бакудағы Әзербайжан музыкалық аспаптар музейіне барған кезде куә болған. Барбыт онда Әзербайжанның көне музыкалық аспабы ретінде ұсынылған. Жергілікті халық орта ғасырлық шығыстың ұлы ақыны, парсы поэзиясының классигі Низами Гәнжавидің еңбектеріне сүйенеді. Ол бұл аспапты оны жасап шығарған әрі шебер орындаған Барбат есімді музыкантпен байланыстырады. Ал музыкатанушы Тамара Выйска барбат сөзінің этимологиясын бәр, кеуде, бәт, үйрек сөздерінің бірігуінен пайда болған дейді. Аспаптың сыртқы пішіні үйректің төсіне ұқсағандықтан солай аталып кеткен деген дерек келтіреді. Ал өзіміздің деректерде оны бөрі бейнесіне ұқсатқандықтан бөрі бас аспап деп атағанымыз туралы айтылады. Зерттеушілердің тағы да бір бөлігі барбытты Бактрия аумағында пайда болып, парсыларға тараған деп есептейді. Оған дәлел біздің заманымызға дейінгі 1-3 ғасырларға тиесілі саз балшықтан жасалған кішкентай мүсіндер екен. Ғалымдардың айтуынша бұл мүсіндерде алмұрт пішінді, қысқа мойынды шертпелі аспаптар бейнеленген. Бұл барбыттың ең көне прототиптері болса керек дейді зерттеушілер. Мүсіндер тиесілі болған ежелгі Бактрия патшалығы Әмудария өзені бойында орналасып, қазіргі Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан сияқты аумақтарды қамтыған. Ғылыми еңбектерге сүйенсек, кейін бұл төңіректі арабтар жаулап алғаннан кейін барбыт соларға өтіп, ут деп аталып кеткен екен. Содан да болар аспап тербелу дегенді білдіретін араб сөзі дегенде пікір бар. Қалай болғанда да бүкіл таяу шығысқа, одан Еуропаға барбыттың арғы атасы осы маңайдан тараған дейді. Тікелей уттың ықпалымен Испания аумағында лютня деген аспап пайда болды. Бұл арабтың әл-ут сөзінен бейімделген атау. Кейін келе аспап түрленіп, дамып, қазіргі классикалық гитараның пішінін тудырған екен. Гитара шерткенде ойда барбыттың сазы түсетіні де сондықтан шығар. Қорыта айтқанда, барбыттың эволюциясына қарап, бұл тұтас адамзатқа тиесілі ортақ мұра екенін түсініп отырмыз.
сөйтсе де ғасырлар мен құрлықтарды жалғаған бұл көне аспаптың жаратылысында көшпенділер өркениетінің тарихи қолтаңбасы қалғаны даусыз.